Шыны керек, жұрт қайдағы жоқпен алданады. Бола ма олай? Таңертең тұрып тер төгу керек. Құлап түскенше. Онда дұрыстап қойықтарсын, түнде фильмдер көріп отырмай. Хиві бар дейді, әлемнің соны. Айыпты сен бе, емес бе, маңызды емес. Ешқайда енді қашқылықтамассың. Кешіру. Ненді кешір өзінің, есінде қайдағын қумасай? Жұмыстану керек. Кеште оқуға болады. Талай қашықтан оқыту бар. Жарық дүниеде нелер бар, ақысыз. Қолдансан болды. Жоқ, жұрт қуады. Анау харам, ой қыламаймын, жаман ойларым бар. Күмәндарым бар, көпір шығар. Жоқ қой. Ол бос бөшке, мынаумен шалдырлап жатыр. Мынаумен... Я, боқпен. Бірақ іспен айналысу керек. Онда сандырақ басқа кірмейді. Бәрі де жақсы болады. Және егер ісіңмен айналысқанда, ең болмаса біраз ақша таба алсаң, онда міне бұл сен тапқан наның болады. Кешке тамақтанасың. Өз кезімізде 80-дерде жаттығушек. Сөз жоқ, үйге дейін аяғымды әзер алып жүргем. Мектеп, сосын жаттығулар, 2-3 сағаттан нешеде есте сақтамай тұрған шығармын. Есімде бар нәрсе, түнде 11-де соңғы мәскеулік автобустармен үйге қайтушы ем. Яғни 14-13 жасымда аяқтарым қал-құл басалар еді. Яғни онда қол, аяқ, кунг-фу бүкіл денені ширықтырғанбыз тиісінше сағаттап. Кейін сүйсініп литр сүт ішкенбіз. Болды, үйге барғанбыз. Есі сау еместер шөлмек сыра ішереді, ал біз болсақ, әрбіріміз литр сүт ішкенбіз. Сосын үйге барғанбыз да, шаршағандай бірақ. Және азанда құлқын сәріде тұрып, орманға жүгіргем, секіргем, тағы басқалар жаттығушым, сосын мектепке барғам. Сөйтіп қайдағы жоқпен айналысатын уақыт жоқ еді. Және де жексенбі күні кейде жұмыс күндері кешке. Құран оқуым бар еді, ескі татарша оқушым, тағысын тағы. 13 жаста, 14 жаста, 15, мектеп белсендісі ем, пионер, кейін Комсомольск. Сізде еркендік болғанда, әлеуметтік желілер, YouTube, басқа да болмашы. Онда күпір, мұнда күмән, онда тағы бірдеме. Өзімді іздеп жатырмын. Сен өзіңді табасың ғой, егер жұмыстансаң, бауырым. Егер әлеуметтік желілерде білгішсің сен, және қайдағыны жайсан. Бұл күпір ме емес пе? Исламнан шықтың ба екен, исламға кірдің бе екен? Бұларыңыз не? Бұны Аллахқа тапсырыңыз, ол иманыңыздың бар жоғынан хабардар. Неғып болмайтын нәрсемен айналысасыңдар. Парыз намазын оқысаңыз болды, жарайсың. Бұның өзі өте жақсы. Интернеттегі барша боқтық ше, оның ішінде дүниеде. Әрі тастаңдар оны. Әсіресе кімдерді айтып отырғанымды білесіңдер, осындай оқымыстысымақ, діншілсімақ ақайып келер. Тастаңдар мына қоқсықты. Өмірлеріне, тіршіліктеріне қарандар, неде тұратындарына. Дымға қол жеткізбейді, ешбір табысқа жетпейді. Әке-шешелеріне масыл болып отырады. Немесе қорларға, немесе Еуропа мен Америкада, әдетте Еуропада жәрдемақымен отырады да бітті барып тұрған болғақтар. Дегенмен күні бойы күпір-күпір мездеп соғады.